Адам өмірден өткенде қазір ол шырақ жағу деген нәрсе түсінік бар. Шырақ жағу дегесең, мына жақта шырақ бір лампочка пайда болады. Егер бүкіл Қазақстанға свет тартып, қалтаңнан төлеп берсең, жағдайы жоқтарға свет тартып, газ кіргізіп, бір газ кіргізу 600 мың, 1,5 миллион, 2 миллионға көтеріліп, соның халықтың шамасы жетпей жатыр үйіне газ свет кіргізуге. Жаңадан үй соққан жас отбасылар бар. Жерді өйтіп бүйтіп взяткамен алып, әрең аламай жүрген қазақ қаншама. Солар жерін алса, сол жеріне сен су тартып свет жағып берсең, сонда мамаңның папаңның аруағы ана жақта қуанады. Менің балам жақсы істеп жатыр. Соларға жол салып бер. Ана ауыл-ауылда Шанхай, Манхай деген жерлер бар. Тайвань, Майвань деп қояды. Сол Тайвань, айвандарға бүйтіп жол салып берсең асфальттан, бір аяқ жол, адамдар жүріп, машина жүретін. Соның сауабы барады қабірге, нұр болып жанып тұрады. Қарызы көп балалар бар, адамдар бар. Кредиттеріне құтыла алмай жатқандар бар. Соларға жәрдем берсең, ана дүние күшті жарық болады. Сенбі түстен кейін, жоқ, сенбі түске дейін келіңіз. Қатып қалып, ата дейм, сұрақ жоқ, сондай жақсы жансыз Арыс қаласынан қонаққа шақырсақ келесіз бе дейді. Келем қарындасым. Қайын атама Құран хатым жасауға бола ма? Болады, өте жақсы болады. Әкем өмірден өтіп еді, иманды болсын. Басын қашан және қалай көтерген дұрыс? Мазар басындағы миллион дейді. Темірмен қоршасам бола ма? Негізі мал баспайтын деп қоршаса жеткілікті. Мал баспайтын деп қоршаса жеткілікті. Темірдің олыз бола ма? Ең арзан нәрсемен. Аяқ асты болып тапталмау керек та адам, сол үшін мал баспайтындай, адам үстінен мыжымайтындай ең арзан материалмен қоршасаң жақсы. Ал енді жаңа миллиондаған қаражатты оған ысырап етудің қажеті жоқ. Кейбіреулер жаңа темір сваркаланған, оттан болған, сол үшін болмайды деген далбаса нәрсе мал баспаса болды. Менің кіші ұлым фимоз болып 2 жас 10 айда сүндеттіп тастадық. Дұрыс. Үлкенім 4 жас 10 айда болды. Оны да інісінен қалмасын деп қатар сүндеттіп тастадық. Ештеңе болмас па? Жоқ, ештеңе болмайды, болды. Фимоздың болған кезде сүндеттей беру керек. Оның жаңа кейбіреулер жаңа әртүрлі уколдармен жаңа несе тазалату арқылы сондай қылып жатады. Бұл жақсы нәрсе емес. Бала фимоз халіне жетті ма? Фимоз деген инфекция ғой. Сол инфекциядан туындап бала дәретке шыға алмай қалады. Сол кезде оны тазалап алып кесіп алып тастау керек болды. Ең жақсы сол. Қайыненем арғы дүния жоқ дейді, бірақ таң намаз оқиды. Ол дұрыс па? Сөйлегені тек қарғыс боқ сөз дейді. Сен қайыненеңе аңдыма. Қайыненең әр сөзін естіп алып бізге жамандама. Қазір сенің күйеуің көріп отырса осыны, ол көреді. Ол көрмесе оған көрсетеді, апарып. Сенің қатының қарашы не жазып отыр дейді. Содан кейін мамаңның, қайыненеңнің әпкелері, туыстары көреді, сен тауып алады кім екенін. Содан кейін семьяңның быт-шыты шығады. Енелеріңіз жамандамаңыздар, ол жақсы емес. Ал енді ол солай істесе, ол өз жауап береді Алланың алдында, бірақ намазы қабыл деп айта береміз. Сөзді аңдыма, ол бүйтіп айты деп қазір біз бүкіл Қазақстан болып, бүкіл шариғат дінді сенің енеңе қарсы қоймай қояйық. Бұл қажет нәрсе емес. Ертеңге барсақшы келіңіздер, түске дейін келе беріңіздер. Түсімді жөріп беріңізші дейсің ба? Алла тағалаға 5 сәт Алла тағалаға бердім. Шын көңілмен бердіп қайтып жіберді. Біраз уақыттан кейін шын көңілмен бердім, қабыл алды. Намаз болады. Намазға тұрасың берсі. 5 уақыт намаз. Депозит біздің енді ғалымдарымыз рұқсат бермейді. Депозитте бізде процент болған үшін дұрыс емес деп айтады. Түсімде молада жүрдім. Бірден қабір ашылып, ішіне түсіп кеттім, оянғанда қорқып кеттім. Бұл қабір емес, сіздің ойлағаныңыз бұл түсіңіз орта. Яки бір дос, яки бір жақындау, яки бір құдалық, яки бір сондай бір нәрсеге түсіп, соған таң қалатын күнің келеді басыңа. Арыс қаласының Байтоғай ауылына қалай шақырамыз дейді.
жазып жіберіңіз, мен көріп айтамын. 6 жасында Айдар шашын алуға бола ма? Болады. 6 жаста алып тастай беріңіздер. Ұстаз, әйеліммен ажырасқанмын. Енді бірге тұрғысы келеді, бірақ некеге тұрмаймын дейді. Үйді аудар атыма дейді. Некеге тұру керек. Енді ол әйелдің бұлай айтуының себебі бар меніңше. Сен бірінші ретте кеткенде жаяу ештеңе бермей үйден қуып жібергенсің. Енді қазір далада қалып қалмайын деп өз-өзін сақтанғаны болар деген жақсы ой ойлайық ол қыз туралы. Бірақ меніңше шарты егер тек қана дүние үшін болса, онда қосылмаған жақсы. Егер семьяны сақтау тек қана өзін қорғау болатын болса, сол үй арқылы, бірақ онда қосылғаның дұрыс шығар. Жағдайды қарап көру керек тағы да. Астағфируллах ал-азим ва атубу илейх. Астағфируллах, я Алла, мені кешір, ва атубу илейх, саған тәубе еттім деген сөз. Бастырдым жаман, құлағыма молния дауысы келді, намаз оқымай жатарсың деген дауыс келді, кәлима айтып әрең ояндым. Енді айтып отыр екен ғой саған, неге оқымайсың деп. Енді соны істесеші енді. Ассалаумағалейкум, мен Астана қаласына дем салуға Абдырасыл қызына шәкірттеріне қалай қарайсыз? Мазам қашып алдын депрессиямда врачтармен. Мен ол кісіге ешқандай қарамаймын, өзіңіз білесіз, әр адам өзі біледі. Ол кісінің бұлай сырттай жақсы білеміз бір-бірімізді. Кездескенбіз бір жиында, жаңылмасам. Бірақ ол кісіге әртүрлі пікірлер бар. Сондықтан көріңіз жағдайыңызды. Күнделікті өмірде Алланың 99 есімдерін қалай дұрыс пайдалануға болады? Айта бересіз, тұрғанда, жүргенде, отырғанда. Тек қана әжетханада айтпасаңыз болды, айта беріңіз. Түсімде Кахф сүресін жаттап жүрмін. Не мағына береді? Керемет. Машалла. Бір дұғаңыз қабыл болады жақында. Бір нәрсе сұрап жүрсіз. Үлкен бір нәрсеңіз бар, сол нәрсеңізге жетесіз бұйырса. Өйткені Кахф жұмада оқылады. Жұма ол бір сәттің қабыл болатын кезі бар, сол дұғаға байланысты болады бұл тұс. Құрбым жақында үлкен сынақтан өтті. Ішіне жын кіріп, оны имамдар оқып әзер шықты. Енді жолдасым сол құрбыммен араласпайсың дейді. Себебі ішінен шыққан жын сенің қасыңда жүреді дейді. Бұл рас па? Жоқ, бұл жерде жүрмейді. Ол жынды шығарған болса, оны мұсылман дінін қабылдатып Меккеге айдап жібереді. Сол жақта. Сәлеметсіз бе? Сүннет, үтір намаз туралы түсіндіріп жібересіз бе? Намаз жаңадан бастап жүредім, әйел адам. Сүннет деген намаздар екі түрлі болады. Міндетті және ерікті. Міндетті намаздарға, обязательный намаздарға парыздар жатады, және уәжіп жатады. Бұл екеуінен қалғанның барлығы нәпіл болады. Сүннет сол нәпілдің ішіне кіреді. Егер сөз түсіндірсем, парыз Құдайдың бұйырғаны, сүннет пайғамбардың бұйырғаны. Солай. Үй сатып алу, машинамды сату, машина сатып алу дұғалары бар ма? Астағфирулла деген барлығының шешімі, содан кейін Фатиха сүресі. Осы екеуін оқи берсең, үйің де өтеді, машинаң да өтеді. Баламның есімі Азиз, соны өзгерту керек па? Жоқ, Абділәзиз деп айтса жеткілікті. Документте тұра берсін. Уақытты кетірмеңіздер оған. Аға, кредит анамыздың атынан алған әпкем. Кейін бөліп төлеймін дейді. Анамызға ауыр тимей ме? Жоқ, алған адамға. Түсті тышқандарды көру, ақша, сәл тазалығы бұлай. Мәселелеу ақша. Нәсіп не қоя берейік. Намаз оқып отырып есіней беремін. Дем салдырып алың. Дем салдырып алсаң жақсы болады, басылады. Қасымда бір зат жүргендей болады, өтіп барғандай болады, ол жын ба дейді, әлбетте. Жолда жүргенде қандай сүре оқиды? Фатиха сүресін оқи беріңіз, басқа сүре білмесеңіз, бірақ жолға шыққан кезде өзінің дұғасы бар. Ассалаумағалейкум, парфюм, атыр, спиртпен бола ма? Болады. Бола береді.
Әтірдің құрамында спирт болуы ол арам емес. Оны ішсең арам болады. Денеге жаққаннан кейін ол жаңағы орысша айтқанда испаряться етіп кетеді, болды. Тәубеге қалай келуге болады ұстаз дейді. Тәубеге келу деген бір күнәдан қайту, бір райынан өзгерту. Жаман райы болатын болса, содан қайтуы, бұны тәубе деп айтады. Тәубенің ережесі. Адам шынайы тәубе етеді. Яғни шынайы, Алла мені кешір. Оған молда, Құдай тамақ беру, жет шерпектің керегі жоқ оған. Тікелей Алла тағала айтасың, я Алла мені кешір. Менде осыны арақ ішемін, вино ішемін, білмеймін, адам өлтіремін, осындай күнәң бар, мені кешір дейсің. Іштей шынайы сұрайсың, және соны ұмытпай әрдайым өзіңді енді жегілемесең де ұмытпай соған өзің іште өкініш болу керек. Одан кейін қайтып соны істемейсің ешқашан. Сонда тәубе болады. Ол тұрып қыздың үйіне намаз шығарған дұрыс па? Проблема жоқ. Проблема жоқ. Бұл жердегі тек қана мәселе күйеу балада. Күйеу бала рұқсат берсе, қыздың ешқандай мәселе жоқ. Ол жаназаға бәрібір үйден шығармады. Біз не үйден шығарып жатырмыз ба не? Моргтан шығарып жатыр, больницадан шығарып жатыр. Қазір есіктің алдында жаназа шығарып жатыр. Ол қырға барып шығарады, мысалы Шығыс Қазақстанда. Айырмашылық не? Күшем не? Жоқ, кітапта жазылған ба деп ойлайсыз ғой деймін, тек қана ұлдың үйінен шығу керек. Жоқ, ондай сөз жоқ. Мәселе жаназаның қайда шығуы емес, мәселе қалай шықты, қалай жан шықты, жан шығарда қандай адам болды, не айтып үлгерді, не нәрсесіне тәубе етті, кімнен кешірім сұрап үлгерді, мәселе осы да. Ол жаназа баланың үйінде шықса жәннетке кіреді, қыздың үйінде шықса тозаққа түседі, немесе қиналып қалады деген анекдот оның бәрі. Марқұмға бәрібір қаяқтан шығатыны. Даже жаназа оқылып оқылмағаны мәйітке бәрібір. Ол тірілерге парыз. Мысалы соғыс кезінде Ақтабанды Шұбырындыда қаншама адам қиналып, қазақтың басына небір нәубеттер келіп кеткенде жаназа шығарылмай қалғанда аталарымыз болды. Оларды Құдай тағала сен жаназаң шықпаған екен деп жекімейді. Олар өмірін осы ұлтқа, елге, ұрпағына, халқына арнады. Бір адамның басын күйткілемеді, елдің қамын ойлады, елдің жағдайын ойлады. Қандай көмек берем деді. Маған қандай көмек береді деген жоқ, мен қандай көмек берем деді. Айлықсыз жұмыс істеді. Істегенін міндет қылмады, сөйтіп жан берді олар. Солардың жаназасы да шықпай қалды біразының. Алла тағала о дүниеде олардың орнын жәннат қылады бұйырса. Жаназасы шығып, церемония болып шығып, күшті болып шығып, қатар біз оқып жатқаннан жәннатқа келеді деген сөз жоқ одан. Жолдасым арақ ішуін қоймай отыр. Ниеті жоқ қоюға. Не істеуге болады? Дұға қылып Алладан сұраңыз. Алладан сіз сұраңыз, күресіңіз, айтыңыз, үлкендерді қосыңыз, кодировать етіңіз. Ішімді қойылатын жерге баруға бола ма, ағайын туған туыс болса да дейді. Дастарханға отырмай, барып құттықтап, есік алдында қызметін жасап, жақсы сөзіңізді сөйлеп, одан кейін осы сұрақты сұрайтын адам бар ғой, ол өз жауабын біледі. Біріншіден. Екіншіден, сен өзің ішкенің арақ, өзің ішпейсің, или ішесің, еще оны сұрайсың. Намазың жоқ, саған не керегі бар? Какая разница оның? Құя ма, құймай ма? Одним күнәң больше, другим меньше. Бана тақуа болмайтын жерде тақуа болуының қажеті жоқ. Мына өзің ауың мен бауың жоқ, тілің 2 метр, айтқаның өсе ғайбат, анан жамандап, мынаны жамандап жүрген бір сізге қатысты емес енді бір сондай бір оңбаған адам болсаң, еще арақ құйған жерге бара ма? Үйде домбыра тұрса не болады? Үйде сурет тұрса не болады? Сен аузыңа ие болсаң сол керек, не қыласың ол? Суретте тұрған не бар? Домбыра өлең айтса харам, билесе харам деп қазір сондай болып, билесең харам деп. Сен әке-шешең сені билеп жүріп туғызған, ештеңе жоқ. Білеміз бәріміз. Сондықтан оны ондай қылудың керегі жоқ. Әр нәрсе жөнімен болу керек. Ана бізде мына тақуа деген не болады? Кнопка болады. Сол бүйтіп тұрып тақуа болмайтын жерде болудың қажеті жоқ. Марқұм енемнің зират басына қара ағаш өсіп шығыпты. Алып тастаған дұрыс па? Жоқ. Қала берсін, тұра берсін, тиіспеңіз, таза сөз. Өзіңде дуа, сиқыр бәрін қалай іздейміз дейді. Іздеп тауып алып сен мінің тап. Сиқыр іздеме сен.
сен өзіңнің нәпсіңді ізде. Қай жерде Құдайға жақпайтын ісім бар деп соны ізде. Қай жерде кімді ренжітіп едім деп соны ізде. Содан кейін барып қай мінезім жаман, Құдай менің қай жеріме риза болмайды деп соны іздесең, сол маңыздырақ болады, любой сиқырдан. Маған туған ағам қол көтерген, аямай ұрып, құлағымды ісіріп, енді тағы да ұрмақшы, атылып көзі шытынап, ұрса заңға беріп шағымдансам ұят емес па дейді. Қыз баланы ұруға болмайды. Қыз баланы ұруға болмайды. Оған айт, ұрсаң полицияға айтам сенде. Ұрма. Әке-шешең жоқ па не көреді сен? Бойжеткен қызды адам ұруға бола ма екен? Не ақымақтық ол? Біріншіден. Екіншіден, енді сотқа беріп, екі бауыр соттасып жатқан жақсы емес. Бірақ жаңа қорқытып қойса болады. Маникюрмен намаз оқи берсем бола ма? Маникюрден дәрет өтпейді ғой. Мысалы, сен маникюрді жасадың, үстіне лак жақтың, иә? Сол қолыңды жуған кезде лактың астына су тимейді ғой. Сол үшін дәрет өтпейді. Лакты кетіріп, содан кейін дәрет алып намаз оқысаң болады. Дәрет деген туалетке бар бір жерін жуу емес. Дәрет деген 4 парызы менен бетін жуу, екі қолын шынтағымен қоса жуу, қолын сулап басын сипау, масих деп айтылады, және нәскиде шұлықты шешіп, аяқты жуу, сол дәрет болып есептеледі. Намаз оқығанда тамағым жыбырлап, бір жөтел қысады. Басқа кезде мүлдем жөтелмеймін. Қызық. Мән бермеңіз, оған шайтан сөйтіп ойыңызды бұруы мүмкін, сізді алақтатуы мүмкін. Кейбір кезде осындай нәрселер көзден де болуы ықтимал. Сондықтан оқи беріңіз, ештеңе келмейді. Тамағыңыз жыбырлай ма, басқа жағыңыз, біреудің арқасы жыбырлайды екен, біреудің бір жерде құлағы жыбырлайды, қарамаңыз. Жыбырлайтын нәрсе жыбырлай берсін. Сіз жыбырламасаңыз болды. Намазда сіз жыбырламаңыз, басқа жер жыбырлай берсін. Жаңа туылған балаға аян берілсе, сол атты қою керек па? Біздің қазақ халқы ат қоюға ерекше мән берген. Бір аян көріп, бір түс көріп барып, әбден ерекше мән берген. Қазір анау, мынаны қоя салам деп қоймаған. Сондай бір Құдайдан хабар күткен. Әр баланың нәсібіне сай, болашағына сай сол аттан бастап таңдау жасаған. Сондықтан сондай не берілсе аян. Және ол аян шариғатқа қарсы болмаса, соны қойсаңыз жақсы болады. Ол баланы тек тақ санда сүндеттеу міндетті ме? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Солай болса жақсырақ болады. Сізбен қалай сөйлесуге болады? Отбасы мәселесі бойынша дайректке жазып жіберіңіз, оқып шығамын. Сәл кештеу болады, бірақ оқып шығамын. Оқып шығып жауап беремін. Дүниеге тек ұл балалардың келуі туралы не айтасыз? Алланың тағдыры. Намаз оқығым келеді, бірақ бір оқып, бір оқымай иманым әлсіреп кетті. Намаз оқығаннан кейін өз өміріңізді өзгертіңіз. Қасыңыздағы адамдардың, араласатын адамдардың, жақсы адамдардың. Мына сіз қаптың ішіндегі таза алмалардың ішіне құрт алманы қойсаңыз, құрт алма бәрін құртатады. Сол сияқты сол құрттардан кішкене алыс болыңыз. Сізді дүниеге итермелеген, мысалы черный кассаға жиналып алады, мақтап дүниесін көрсетеді, соң черный кассаға келгендердің бәрі сондай диван сатып алады. Мынау диван күшті екен деп мақтай береді. Соң мына посуда күшті екен дейді. Елдің бәрінің арманы сол посуда алу. Содан тағы біреуге барады, ол тапвей сатып алған, тапвей деген жақсы екен, сынбайды екен деп топвар дейді, немесе немісше қана топвара дейді. Негізі тапвей, сол тапвейді аласың. Одан кейін барып, одан кішке байып кеткендер септір алсын, өлгенше септір алу керек болады. Соңын сөйтіп біткенде өмірде бітеді өзі. Керек емес нәрсе сол. Қарамаңыз ешкімге, әрекет жасай бересіз. Жолда так. Алланың 99 атын жазып тілек тілеген дұрыс па? Алланың ұлы аттарын айтып дұға қылған дұрыс. Бұл хадисте келеді, Мүслимде жеткізеді, Бұхариде келеді. Бұл жақсы нәрсе, бірақ тек қана сонымен байланып қалмау керек. Онда қалай болады білесіз ба? Сіз тек қана Алланың атын мәселе шешу үшін ғана қолданасыз да, намаз құлшылықтан алыс болып қалуыңыз ықтимал. Адият есім балаға ауды емес пе? Жоқ. Мойын ұсынушы, мойын ұсынатын, айтқан ғана шықпайтын деген жақсы мағына келеді. Намаз оқитын подругам тойда саяхатқа шыққанда ішімдік ішеді. Айтсам бола береді дейді. Дұрыс па? Жоқ, өйтіп айтуы дұрыс емес.
егер біліп тұрып айтса иманнан ажырап қалады. Ол арақты адал деумен бірдей. Сондықтан ол арамды арам деуіміз керек. Ал енді оның ішіп жүргені пендешілік. Аға, қалыңыз қалай? Орамалда болып қатты боянған қаншалықты дұрыс? Қас жұлып, кірпік жапсырған. Қазір сондайлар көйіп кетті. Қасын бәрін жұлып алып, орамал тағып алып, Инстаграмда уағыз айтатын қыздарды білеміз. Қастың бәрін жұлып, бәрін отап, астынан түгін қалдырмай, полоска қалдырып алып, содан кейін уағыз айтады. Ең қызығы, намаз оқымасаң, Құдайдың қарғысы болсын деген жоқ. Қасыңды жұлсаң, Құдайдың қарғысы болсын деген бар. Соны біліп тұрып, қалай сондайға жол беретінін түсінбеймін. Тағы да біреулерді айтады, ана ұстазандай, ана имамындай деп, соны айтып ғайбат айтқанда одан қорықпайды. Дінімізде мынау кейбір мәселелер бар да, ақида деп айтылады, сенім нанымдағы мәселелер ше. Соның өзінде дау болса дейді, бір-бірлерін жамандамаңдар дейді. Мысалы, имам Тахауи деген үлкен ғұлама өткен, сол кісінің пікірінде дейді, даже сенің пікіріңмен келіспеген адамды жамандама дейді. Яғни бұл фитна, үлкен дау, нәтижесінде мемлекет құрылу, бір-бірімен ұрысу, ертеңгі күні бір-бірімен жауласу, семьялардың бұзылуы, мемлекет пен мемлекет соғысы болып кетуі мүмкін. Сол үшін дейді, сенің сеніміңе тура келмеді ме дейді, бол, оны жамандама. Сен адасқансың, сен кәпірсің, ол бәленше деп осындай уағыздар, осындай сөздер түгел дұрыс емес. Яғни фитнаға алып бармау керек. Сенбесе, сенбей-ақ қойсын. Маған десе атеист болсын. Өз күнәсін өзі жауап береді, сіз онымен таласпаңыз. Мәселе осыда. Бізде мынандай түсінік бар. Менің айтқаныммен жүрмесең, сен менің жауымсың деген түсініктен шығуымыз керек. Тек қана менің айтқаным болу керек. Біздің мазхабымыз дұрыс, менің уағызым дұрыс. Менікімен жүрмесең, сен жаусың деген ойдан шығу керек. Анан тыңдама, өйткені ол менің айтқаным жоқ, олай емес. Ол сенің менің айтқаным, сол сияқтылардың айтқаны, ол дін емес. Яғни ол жол емес. Ол инстанция емес, былайша айтқанда. Ол Алланың айтқан инстанция, пайғамбардың айтқан инстанция болады. Қалған бәрі пенде. Адасқан деп айту ешқашан жақсы сөз қолданбайды. Бұл алып келмейді. Біздің пікірмен сәйкес келмейді, біз оның айтқанын қабылдай алмаймыз деп қойған. Бірақ мысалы пайғамбардың сахабалары қандай күшті айтқан? Кезінде Абу Хурайра деген сахаба базарға келеді. Сөйтсе бәрі жиналып, күшқа жиналып қапты адамдар тобырлап. Не болды деп келіп сұраса, ол атақты сахаба. Пайғамбар қайтыс болған, енді соны көрген ең ұлы сахабаның біреуі. Сөйтсе бір ұрыны ұстап алыпты, ұрыны бәрі тек білеп ұрып жатыр екен. Сонда қараса, қан жасап алған. Барып құшақтап, ұрыны бүйтіп алып шығыпты. Сөйтсе елдің бәрі таңғалып, астағфирулла, сіздей кісі, пайғамбарды көрген кісі, ұрлықты қолдайсың ба, ұрыны қолдайсың ба, бұл да сондай мәне деп әртүрлі сөздер айтқанда, ол кісі бірақ сөзбен жауап береді. Бұның ұрлығы, яғни бұның ісі жаман, бірақ ол өзі жақсы адам дейді. Бұл өзі жақсы адам дейді. Міне бізде солай. Біз жек көрсек, оның сенім, наным, тұрмақ, қасиеттерінен жек көріп кетеміз. Жоқ, дұрыс емес. Оның ісі жаман, ісі келіспеуі мүмкін, бірақ оның өзіне, жеке басына, мүддесіне, оның отбасына, әке шешесіне тіл тигізудің керегі жоқ. Әркім өз үшін жауап береді. Сен ол біреуді емес, оның ісін жақтырма, оның сөзін жақтырма. Болды. Қаза намаздарды қай уақытта оқуға болады? Любой уақытта оқисың. Күн шығып келе жатқанда, күн тік тұрғанда, күн батып бара жатқанда оқымайсың. Болды, қалған уақыттың бәрін оқи бер. Макрух уақыттарды бар, ол қаза намазға жүрмейді олар. Асырдан кейін деген сияқтылар. Ассаламағалейкум, құрметті имам. Бүгін жүзіңізді пайғамбарымыз жолдасым түс көрді. Марқұм мамасы намаз оқып тұрды. Жолдасым дәрет алып жатады да, қайта-қайта қан құсып, дәрет ала алмай жатады. Мамасымен оқығысы келіп тұрады, нені білдіреді? Уәдесі бар күйеуінің. Біреуге бір уәдесі бар. Сол уәдесін орындамай жүр, өзінің есінде өзі біледі. Құсқаны сол. Бала кезде құлағым екі түрлік тесілген. Соны қайтадан бірдей етіп тестірсем бола ма? Естігем бар еді. О дүниелік болған кезде жылан жыртады деп дейді. Ойбай. Жыланның жыртатын жері көп басқа. Жыланның жыртып айырып жіберетін жерлері көп. Құлаққа теспейді ол. Неда құлақ бойды, қорықпай қой. Құлағың тесе береді. Сәпсемен тесіп, со тескенде подряд тесіп жасаң, сквозняк болады. Сквозняк болады, естімей қалуыңда қауіп. Енді бұлай кішкене, енді бұлай екі түрлі болып, енді көрінбей тұрса, сән қылам деп құлақ қойып жүрме.
енді қатты көрініп мазақтап тұрса, біреу былай созылып кетіп, біреу былай тұрса, енді бәрі күліп мазақтап жатса, бүйтіп тегестіріп екі жағын тесіп қойсаң болады. Ойбайымды жоқ. Бірақ енді тескен үстіне тесіп, тескен үстіне тесе берсең, мына жерден сквозняк болып сықылып тұрады, деп тұрады. Керек емес. Ал ана осы жерде есіме түсіп кетті, ана апалар қайтыс болғанда адам жуады ғой, сол жуғанда әйел кісілердің мына құлаған тесігіне бүйтіп спичка тықпай жатқандар бар. Ол дұрыс емес. Спичка ештеңеге тықпайды. Сырға, ана алтын сырғасын шешіп алып, орнына темір сырға сақпай жатқандар бар, ана подешевле дейді да. Наоборот, подороже өтеді, бірақ олар неге керегі жоқ темір жердің астына. Сол үшін оны тесікке ештеңе керегі жоқ. Атасы келініне көз салып жүр. Ол кісімен қалай бірге тұруға болады? Оны тұра алмайсың. Ондай жағдайға болатын болса, ескертіп, айтып, ұятқа қалдырып, кішкене, ей қой, ата қойыңыз ұят деп айтасың. Болмаса шал кет деп айтасың оған. Қазір сол сөз мода ғой, сол жаттап ал, шал кет дейсің болды сонымен. Бірақ балаға айту керек, күйеу бала, мына атаң кішкене, енді ол айтпайсың маған қол созымды өтіп, әкесін өлтіріп қоймасын. Енді кішкене алжиын деп жүр деп айтасың. Бірақ сондайлар өте көп, мен естіп жүрмін, қайнаты. Одан кейін сен келін өзің де виноватсың. Кішкене жүріс тұрысыңды дұрыс алып жүр. Ана етек жеңіңді дұрыс киіп жүр. Дұрыс киіп жүрсең саған сөз жоқ. Бірақ кейбір келіндер болады, өзі мини юбка киіп алып, қайнатасына ырбиып отырады, чайын құйып, ол дұрыс емес. Чайын бересің, тұрасың, кет бар, жұмысың істе. Отырып алып әңгіме айтып, онымен қайдағы бір дүниені жақын болып, қасына бүйтіп жақынырақ отырып жатсаң, шалдың ойында да талай дүние бар, ол шал. Жай шал емес ол. Неше түрлі тіс қаққан шал ол. Қырым-пырым медный трубы көрген. Сондықтан оны айналайын. Өзіңнен де бар. Шайын бер, жақсы іше беріңіз ата деді, кете бер. Соңғы қол беріп амандасып, құшақтап, ондай нәрсе сүйетіндер бар екен, кейбір аталар. Келінді сүйдірмеңіздер. Шариғат рұқсат тыйым салмайды, бірақ жақсы емес ол. Баланың бәрі осыдан басталады. Ой, сүйе беріп, соңғы шолпылдап сүйгенді қойыңыздар. Мына әйелдермен сүйісіп, еркектермен сүйісіп, не бейшаралық бұл, не сорлық. Аузындағы іріңін жақтырып, аузындағы микробын шашып, керек емес нәрсе. Сүйдірмеңіздер. Сүйдіру дұрыс емес. О шалға айт, шал кетті. Қызым 38-ге толды. Байға шықпаған, не істеймін дейді. Әбден батқама деймін жаныңызға. Уже күйеуге демей, байға депсіз. Әбден ашынғансыз, айтып сөз қалмай. Не бай алмады, не құдай алмады деп. Тиеді, құдай қаласа. Бағаштысын қызыңыздың. Тиеді, асықпаңыз. Құдайдың жақсылығы кейбір адамдарға сәл кешігіп келеді. Сәл кешігіп келеді кейбір адамға. Орамал таққалы сынақтар көбейіп кетті дейді. Көбейеді. Аш тұты хотела. Бәрі құтты болсын деп айтады дейсіз ба? Алматыда келіндерін сүйдірмеңіздер. Мына жезде, қайнаға, одан кейін да туысқан, не ақымақтық қызды сүйу. Кішкентай бала болса, баланы да сүймейді қазақ салтында. Ескейді баланы. Баланың иісі жәннеттің иісі. Болды. Ол сүйіп, ол бүйтіп, сіңін еріндермен Брежнев сияқты сүйісіп отырасың да сол? Не масқаралық бұл? Сен кішкене өзіңе де байланысты да, біреу бүйтіп келе жатқанда кішкене бүйтсең, или деп жөтелсең болды, ешкім сүймейді сені. Мен жөтеліп тұр едім, грипп едім деші. Бүйтіп десең болды, сен ешкім сүймейді, маңқа екен дейді, болды. Өзіңде бүйтіп жыртиып тұрасың да, сейсекен деп. Қайшы сүйіп, соны бәрімен сүйсе бересің. Өзіңе де байланысты. Сүймесең ренжімесе одан ар, көз ақып кетсін. Сүйме. Сен де бүйтіп, ырғыңда бүйтсің. Өйтсең, молдаға барып, молдаға бүйтсең, молда да сүйгісі келеді сен. Отырында сол сүйісіп бәрің. Адам өзін ұстай білу керек. Отбасында, жанұяда, сонда кішкене болса да мәселе болады. Ол дұрыс. Кейбіреулерде сондай әдет қалыптасқан. Бұл дұрыс, соны әдейілеп айтып жатырмын. Жақсы көру сүюмен өлшенбейді. Жақсы көру қорған болумен өлшенеді. Жақсы көру пана болумен, жәрдем берумен, жақсылығымен өлшенеді. Сүю, бүйтіп құшақтап сүю, не мағыналық, не масқаралық ол. Кішкене өзіңізді бүйтсең, болды, ешкім сені сүймейді. Өзің жыртыңдама болды. Болады кейбір адам, достар, подружкалар, өздері, әйелде мәселе жоқ енді, бірақ енді ол да енді гигиена жағына келе бермейді шығар, десе де.
Бас жоқ аяқ жоқ, енді амандас, жарайды, болды. Жақсы сөзіңді айт. Шын мәнде жақсы көрген адам қорған болады. Сүюдің сүннеті қорғау деген сөз бар дінімізде. Міне, вообще сүйген ұнамайды. Ешкіммен сүйген. Міне, шыны таза адам, молодец, машалла, Алла разы болсын. Кезінде мына Асқар Сүлейменов деген біздің қазақта үлкен бір, енді өмірі қысқа болды, жарықтықтың бір тұлға өткен ақын, жазушы. Сондай бір, енді бір Құдай жас кезінен бір берген жігіт екен. Соның көрейін деп бір-екі жазушылар келіп, анасын көрейінші осы кісінің деген, сонда 80-ге 70-тің үстіне шықпаған анасы бар екен. Келіп амандасып, қол беріп, одан кейін жазушылар ғой, Совет өкіметі кезде бетін сүйейін деген кезде басын бит тартқан екен апамыз. Апа, 70-тегі басын бит тартқан екен. Соны ой апа десе, мына бетті депті, бір шалым сүйген баяғыда, қазір өліп қалды, жердің астында жатыр депті. Одан кейін мынаны ешкім сүймейді деген екен, мен сүйдірмеймін деген екен. Мына мәселе осыда. Үйде күйеулерге сүйдіріңіздер. Соның сүйетін территориясы сол. Басқа территорияға өтіп кетіп жүрмесін. Орысша айтқанда грядки не путайте. Балаға көзмоншақ тағуға бола ма? Енді сондай салтымыз бар. Көзмоншақ тағады, мына жерін сүйеменен кішкене бояп қояды, жаңағы ой жаман бала екен деген сияқты бар нәрсе, оны апарып ширкке байлаудың керегі жоқ. Ол ширк емес. Бірақ ниетке байланысты болады. Нәпіл намазада таспих тартуға бола ма? Жоқ. Жоқ. Сол таспихке кеткен уақытты қосымша намаз оқыңыз. Кеше дос балам ұйықтап жатқанда аяғына сіріңке жағып едім, сол қатема. Ертең сенің балаңның аяғы күйіп қалса, қалай болады? Өртеніп кетсе. Кешегі ана бала сияқты бүйтіп қайнаған майды алып келіп қыздың үстіне төгіп жіберген сияқты. Сондай болмайтынын қайдан білесің? Айналып келіп, солай болсашы. Ойынан от шығады. Ондай даже адамды оятып алып, таңқын келтін сұрап, шошытып, ондай жақсы емес. Әпкем бір үйге көшкен, бірнеше жыл бос тұрған үй екен. Жүрген дыбыстар, ыдыс таралған дыбыстар естіледі екен. Әсіресе түнде Бақара сүресін қосып қояды екен. Тағы не істесін? Азан айтсын. Үйдегілер азан айтса, кетеді ол нәрсенің бәрі. Шын мәнінде бос тұрған үйлерге сондай болады. Қызыма жақсы есім айтасыз ба? Оны күйеуіңе айтасың. Күйеуіңнен сұрайсың. Я причем дейді орысша айтқанда. Күйеуіңнен сұрайсың. Күйеуің айтсын. Сен күйеуді көтер. Жаным сен қояды. Сен қойған ат десең, анау байқұстың мына мұрны люстраға байланып қалады. Да ты че, мына кімнің қатыны деп саған махаббат артады. Сен қою керексің. Ешкім қоймасын. Давай сен қой. Осы әкесі сенсің дейсің. Содан Азанның кітабын аласың да, Азанның кітабын бүйтіп ұстап тұрасың. Қолын ұстап тұрасың. Содан кейін ол бүйтіп ұстап тұрады, айт дейсің. Азан айт дейсің. Сол кітапқа қарап оқиды ол. Аллаху акбар, бола береді сол. Сөйтіп айтқызасың. Содан ода орысша айтқанда ответственность, жауапкершілік пайда болады. Мен мына балаға жауапты екенмін. Әйелім қандай ойбай маған беріп жатыр, мені құрметтеп жатыр деп. Сен не айтасың? Менің мамам қойса жақсы болар еді. Мамамнан сұрайықшы дейсің. Ол жылы келеді сен мамаңды естігенде. Пока. Ол потом болады. Сен асықтырма. Сен қой, осы сен керексің. Сен болмасаң, маған өмір керек жоқ деп айтшы. Ойбай, бұтына жүріп қойсың мәз болғаннан. Сенен артық ол жер бетіне қарамайды. Просто адам мен адам жақындататын. Мақпал Жүнісова әпкеміздің жақсы өлеңі бар. Домбырамен баяғыда қыз кезінде көп айтатын. Бір ауыз сөз қасіретті тияды дейді. Қандай қасіретті? Бірақ ауыз сөз тоқтатады. Бірақ ауыз сөз адамды діннен шығарады. Бірақ ауыз сөз адамды мұсылманды қылады. Намазбен мұсылман болмайды адам. Киіммен, тақиямен болмайды. Сөзбен болады, тілмен болады. Мұсылманның діннен шығуы да тілмен болады. Сондықтан осы тілді соған пайдаланыңыздар. Жаным сен қой десең, ойбай. Бір қисығат қойып қою мүмкін енді ол. Для него да білмеймін немен ассоциация болатын. Школдағы махаббат есіне түсе ме білмеймін айтыр. Сондай аттарды айтады енді ол. Еркек қой, үндемей ақ қой. Сондай қызың бар ма еді? Сондай қызды жақсы көріп пе едің? Ананы жақсы көруге сол атын қойып жатсың ғой деп. Қырғын шығарып, төбелес шығармай ақ қой.
Ассалаумағалейкум. Аңшылық жайында қақпанға түскен аң адал бола ма? Аңшылық саяткершілік немесе жақсы нәрсе ер азаматқа, бірақ өзіндік шарттары бар. Аңшылықтың ақысын үш шарт неде болады? Аңда болады. Үш шарт аңшы адамда болады. Үш шарт неде болады? Ит салса итте болады. Қақпан соның ішінде. Шарттарының негізгін айтып берейін. Барлығы ойымда жоқ қазір, өйткені аңшылықтың үкімі көп сұралмағаннан қазір толық есімде жоқ, бірақ жатқа білетінмін. Біріншіден бисмилля сөзі керек бізге. Одан кейін рұқсатың болу керек. Бас жоқ, аяғы жоқ қақпан қоя бермеу керексің. Арнайы бәленше аңға ғана біліп тұрып қою керексің. Яғни сен, мысалы айтайық, түлкі ұстаймын деп, түлкінің орнына, мысалы айтайық, қырғауыл ұстамау керексің. Мәселе осыда. Яғни нақты не нәрсеге қойғаныңды білу керексің. Мылтық атқанда да солай. Мысалы сен үйректің орнына қаз түсіп, енді шатасып түссең ештеңе емес. Бірақ сенің оғыңмен құлау керек деген мағына бұл жерде. Барлығы атып біреу бір нәрсе атады. Сен мысалы үйректі атып, мынау басқа бір нәрсе үйректің орнына елік құлап қалмау керек. Мәселе осылай. Бірақ ең негізгі нәрсе табиғатты аялауға алып келу керек. Егер сенің жағдайың жақсы болса, қарның тоқ болса, бір енді анау орысша айтқанда кайф үшін малды жаңағы аң құсты өлтіре берген жақсы емес. Үйде көп ұрыс болады. Не істесе болады? Сейілхан, сен әйел болма деген сөз болады. Әйел болған жерде ұрыс болады, әйел болған жерде айту болады, әңгіме болады. Ол әйел сөйлейді қалады. Еркек адам әйелмен әйел болмайды. Жап аузыңды да жап аузыңды. Кеше менің алдыма бір азаматпен бір келіншек келді. Екеуінде проблема. Содан мен енді кішкене тәрбиелеп екі жағын айтып жатсам, әйел енді шыдай алмай ғой, әйел адам ғой, енді эмоция көп. Bir нәрсені сәл көбірек айтсам, мына жерде еркек тұрғанда қатынның сөйлегенін қайдан көрдің, жап аузыңды деп еркекке қарап тұрмын да. Соны еркекті біраз обработкаға алдым. Соны ең соңында екеуін жарастырып, сөйтіп қайтардық әйтеуір. Сол еркек адам әйелмен салғыласпайды жан. Ол еркек адамсың сен. Әйел сөйлейді, ойнап отыр, балаңды қара, суына жәрдем бер, кір жуса, апарып кілін ілген кезде вешалкаға іліп бер. Енді өзі кетшегі қатын сияқты болмай десе, онда үй барып телевизорын көріп жатырында. Кейбір әйелдер болады, ондай ұнатпайды. Кейбір әйелдер болады, өзі табиғатынан өзі жолатқысы келмейді ешкімді. Территория дейді, личный. Сол личный территориясына кірме. Өзінен көрініп тұрады өзі әйелге не керек екен. Бүйтіп көресің, бүйтіп кнопкасын жайлап басып көр. Кейбір әйелдер андау мияулаған ұнаматпайды. Сол мияу еркек болмау керек. Айналып кеп мяу болмайды ол. Еркек әр әйелдің табиғатына сай қимылдасаң, өз әйеліңнің болды ең жақсы болсын. Сонда ұрыспайтын болады дейді. Махаббаттың буына басым айналып жүргенде ағамды ренжітіп алдым. Ағам емессің, сендей ағам жоқ деп мені 5 жыл өтті, әлі араласпайды менімен. Не істесем болады дейді. Енді сол махаббатың айланған басың қосылды ма, жоқ? Айланғанда айланып түстің ба? Бірінші сұрақ осы. Екінші сұрақ, ағаңмен кешірім сұра. Алдына келсе әкеңнің құлын кеш дейді, кешір деп барып құшақтап, жылап, ортаға бір үлкен жақсы сыйлы адамды апарып, сөйтіп ортаны жарастыру керек. Егер совсем де ұрып тоқпақтап, кет жоғал сені көргім келмейді деп варатадан итеріп қуып жіберсе, онда қоясың. Онда сыртынан дұға қаласың. Қосылдың ба? Онда екеуің барасың. Мұны не үшін сұрап тұрмын? Мынау кінәлі дейсің. Не виновата дейсің, мынау дейсің. Сөйтесің, барып айтасың, мен иншалла жақсы болады. Мен самый главный өкінбе оған. Талай кешірім сұрадым, келмейді. Көргісі келмейді, болды онда. Онда сыртынан жақсылық жасай бер, болды. Дұға қылай бер, Алла жүрегіне берсін. Жалпы ұлдың атын Әл-Имран немесе Имран қойған абзал ма? Жалпы сүре атауларын есім қоюға болады ма? Сүрелердің атында Талақ деген сүре бар. Онда Талақ сүресін қоясың ба? Сиыр деген сүре бар, Бақара. Онда баланың атын сиыр деп қоясың ба, бұқа деп қоясың ба? Жоқ. Біз осы елік дегенді қоюымыз керек. Неге ел қоймаған дүниелерді қойғымыз келеді? Ясин, бір нәрсе жақсы ғой енді. Мен Ясин сүресінен айналып кетейін, бірақ енді сен соған лайықты өмірің бар ма? Енді Имран деп қойыптың, жақсы. Сол Имранға тән үйде
атмосфера бар ма? Мәселе осыда. Біздің қазақ ондай ат қоймаған. Бірақ өзің қазақ атымен Имран бабамызды жақсы көргендей, тура сол Имранның әулетіндей жақсы, сондай әулет болған. Ағайындық болған. Бізде ағайындық болған, бауырмашылық болған, кешірім болған, ұлағат болған, үлкенді сыйлау болған, кішіге құрметтеу болған, қызды құрметтеу болған, келінді сыйлау болған, үлкенменен жақсы тіл табысу болған, қоғамға сыйымдық болған. Бірақ аттары Бейсенбай, Сұлтанбай, сондайлар қазақский аттар бола берген. Бірақ олар осы дүниелерді сол қазақский аттармен жеткізген. Біздің аттарымыз идеальный қазір, бірақ затымыз нөл. Көпшілігімізде нөл. Аттар күшті, бірақ бір қасиет жоқ сол аттан. Сол аттан пайда бар ма? Сол үшін айтамыз, ат емес, затыңды түзе. Алла тағала ертең қарап тұрып, қой, бұның аты Мұхаммед екен, неудобно болады енді Мұхаммед үшін. Бұны жәннетке кіргізейін деген сөз, бұл тоқыма сөз. Адамның амалына қаралады, атыңа қаралмайды. Аты күшті екен, Ибн әл Хорезми деп қарамайды оған. Атың кім болса болсын. Кімге еліктеп қойсаң, оған еліктеп қоймаған десең. Сенің затыңа қарайды. Сол үшін как часто писать салават? Салават надо написать на сердце. Салават у вас должен быть на языке. Салават должен быть у вас в любви к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это и есть салават. От того, что мы пишем тетради, заполняем общие тетради, я у кого-то видел 8 или 9 тетрадей переписали уже с этим салаватом. Но из одного салавата в жизни ничего не воплотили. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это я даже минимально скажу, когда кушал, он кушал правой рукой. Входил в уборную левой ногой. Всегда со всеми здоровался. Мы не можем здороваться с тем человеком, который нам не нравится. А смысл от того, что вы пишете эти салаваты? Зачем нам нужно это делать, когда мы не можем это воплотить в жизнь? Ислам это не просто писанина, ислам это не религия, это не просто говорить кому-то, это воплощение в жизнь, это образ жизни. Понимаете, образ жизни. Поэтому из жизни пророка хоть один момент воплотите в себе. Наш любимый пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, его приветствует, любил вот это действие. Допустим, он питался сидя, пил воду глотками, разделял между ними, благодарил Всевышнего. Когда видел что-то греховное, всегда оборачивался. Был всегда чистым человеком, зубы сверкали. Мы не можем даже элементарно это сделать. Я не говорю о поклонениях, еще мы до этого не дошли. Просто элементарный образ. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда видели сподвижники, почему посланник, пророк был человеком? Да потому что он был примером для всех, понимаете? Чтобы люди смотрели, это не только в намазе же, мы же в жизни тоже должны учиться. Вот это, чтобы воплотить нашу жизнь, Всевышний послал человечество посланникам. Хотя он мог сделать дерево, там, не знаю, неживое существо, у Всевышнего мощи хватило бы дерево сделать посланником. Мы пришли бы, он поговорил бы, мы приняли бы ислам и так далее. Но Аллах захотел, именно выбрал человека. И этот человек, конечно, был достоин этого. Но из этой жизни мы должны себе что-то воплотить. От того, что у нас исламские имена, жизнь-то у нас не налаживается по закону Всевышнего. Вот на что мы должны обращать внимание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не говорил лишнее. Когда что-то он и всем нам говорил, следите за языком, закрывайте язык, следите. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже сказал, в день суда самое большое будет проблема у тех, за кем язык не следил. Даже каждое утро все органы человека обращаются к языку. Даже сердце обращается к языку. О, язык, говорит, ты следи, говорит, за своим языком, чтобы лишнее не болтать, грех не болтать. Из-за того, что тебя, по причине тебя, мы можем попасть в гену. То есть в джаханнам можем попасть. Поэтому я еще раз повторяю в конце, не относительно имен, а относительно образа жизни мы должны поменяться. Әкемнің басына жиі барып тұрамын. Осы жөнінде айтып берсеңіз дұрыс па? Әкеңіздің язык закрыть, а мысли для нас не подвластны. Мысли, они всегда могут куда только уходить. Так, әкемнің басына жиі барып тұрамын дейсіз па?
әйел адамның көп баруы жақсы емес. Әкеңізге барғанда дұға қылатын болсаңыз, үйден де дұға бара береді. Адам қайтыс болғанда қай тілде жауап береді? Сұрақ жауапқа. Орысша сөйлеп жүрген қазақтар орысша жауап бере ма? Японецтер қалай жауап береді? Бұл жерде екі түрлі пікір бар. Біреуі кішкене шындыққа жанау, ол өзінің жүрек тілінде жауап береді. Мына тіл дегенде қазақтың біздің сөйлеп жүрген латиница, кириллицамен емес. Мен ағылшынша сөйлесем, мысалы, ағылшынша сөйлеп жауап бермеймін, мәселе ол тілде емес. Жүрек тілінде жауап береді деп айтылады. Енді бір риуаят бар, араб тілінде сөйлеп кетеді бәрі деген сияқты, білмейтіннің бәрі сөйлеп кетеді деп, мына кішкене араб тілін көтеріп тұрып айтылған нәрсе, бірақ енді сәл шындыққа жанасқаны жүрек тілінде жауап береді. Ол жерде біздің сөйлеп жүрген тіл мен емес. Ұйықтағанда бастырылуы, таза дәретпен жүрсең, бұл нәрсе азаяды. Аяғым ауыр, түсімде марқұм атам қасымда кітап оқып жатыр, бірақ кислородная маскамен жатыр, маған оқы деп жатыр, нені білдіреді? Түстерді, қазір бұл түсті біліп тұрмын, қазір жорсам сізге ауыр болады, оның үстіне басқа адамдар дұрыс түсінбей қалады. Сондықтан түстерді жеке жазыңыздар, жеке жорып беремін. Бұл ауырлау түс, кішкене бір сізде бір мәселе бар, соған байланысты. Массаждан кейін ауыз логопедиялық массаждан кейін қосылу керек па дейді. Ауыз логопедиялық. Жоқ. Ауыз логопедия не істейсің? Сүйісіп кетесің бе не? Сөйлесем айтқан адам не істейсің? Жоқ. Күйеуім ұйықтағанда ішімен ұйықтайды, болмайды деп айтам дейді. Сіз күйеуіңіздің тамағын пісіріңізші. Күйеуіңіздің жақсылап тамағын пісіріп, соның қызметін дұрыстап жасап, оның қанын ішпей қойшы. Әйел күйеуіне ақыл айтудың өзінің бір орны болады. Өзінің бір өз сұрайды сенен. Осы қалай екен, атың кім? Сен Гүлмира ма? Кім, Сәулесің бе, кімсің? Сәуле осы қалай екен деп сұрайды сенен. Шай ішіп отқанда сұрайды көбінесе. Содан айтасың, ішпен жатуға болмайды екен деп айтасың. Үйде жата салсын айтсаң, қатын кетші бар дейді. Басымды қатырма дейді. Содан тағы да сен құтырасың, содан жылайсың. Содан кете білесің, таяқ жейсің. Неге де барсаң? Ішімен жата ма, әйтеуір үйіңе келіп жатса бопты да, қуанса что үйге. Үйге келмей жатыр көпшіліктің байлары қаңғып жүріп жақта. Басқа семіз қатын деп жатыр, соған кетіп қалып жатыр, бірнәрсе болып жатыр. Сенікі хоть келіп жатыр екен үйде ішімен. Жатқызшы, тиіспеші саған. Жатсын үйде. Өзінің үйге қалай жатса олай жатсын. Бәрі бітіп солғап па? Ішпен жату макрух. Пайғамбар саллаллаху алейхи тыйған. Бірақ орысша айтқанда первоочередность деген дүние бар. Маңыздылық. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи тыйған ішпен жату дұрыс. Сіздің бұл айтқан сөзіңіз примерно былайда, арақ ішіп жатқан адам горилла берсең айтады. Горилла ішуге болмайды, харам дейді, зиян дейді. Өзі арақ ішіп отыр. Примерно сондай әңгіме айтып жатсыз. Басқаның бәрі бітіп, содан кейін сол қалса, сол кезде айтамыз. Неге еркектерді қорғаштай бересіз дейді. Себебі еркек сенің әкең. Себебі еркек пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Себебі еркек менмін. Себебі еркек сенің балаң. Еркек сенің ағаң. Ертең соғыс келсе, жерін барып қорғайтын сенің еркегің. Еркектің еркектей тұлғасы бар жан. Еркекті сыйламаған әйел екі дүниеде оңбайды. Еркектің қылығы, жамандары бар, басқа. Ол екінші вопрос. Ол оңбаған, оны айтып жатырмын. Сен естімесең, ол мен оны айтпай жатырмын деген сөз емес. Ол жаман нәрсе. Оны жерден алып жерге салып жатырмыз. Бірақ бұл еркектердің бәрі жаман деген сөз емес. Сені бағат сол. Желкесіне көтеріп бағат папаң сені. Мамаң 9 аяқ көтерген шығар сені, бірақ өлгенше әкең сені бағат. Ұмытпа. Өліп қалса да, әке, ол менің қызым деп өтеді. Ол туылса, мен бағам деп, мен оны тәрбиелеймін деп өседі. Қыз туылса, қызым мені тәрбиелейді деп өседі. Сені жақсы көрген әкең, сен солай есептеген.
сол үшін қорғаймыз. Ар-риджалу қауамуна аля ниса, Алла әйелдерді еркектер басқарады деп бұйырды. Бірақ еркектер ішпеу керек. Еркектер ұрлық жасамау керек. Әйелді ұрмау керек. Қадағалау керек. Ол басқа. Оны айтып жатырмыз. Жәнін шығарып тұрып айтып жатырмыз. Бірақ сен еркектің бәрін бір неге салма жан. Не бір жақсы еркектер бар. Күнден ұйықтамай, түнден семьясынан безіп, бала шағамды қалай аяққа қойсам екен деп, бастықтың боғауызын естіп, үйге келіп айтпайды оны. Білесіз ба? Бастықтар бар, не бір аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын. Соның бәрін тыңдап тұрып, айлығымды алсам екен, семьямды бақсам екен деп, мен бір не бір бастықтарды көріп жүрмін. Аузына ақ ит кіріп подчинениялармен боғауыз айтады. Бірақ соған шыдайды еркек. Сені бағам деп шыдайды. Саған айфон әперем деп шыдайды. Бір қыз екінші қызға айтыпты, мен папам айфон әперді, мен айфонды жақсы көрем деп. Сөйтсе екінші қыз айтады дейді, менің әкем маған әперген жоқ, бірақ мен әкемді жақсы көрем бәрібір деп. Солай жаным. Сол әкең болмағанда сен дүниеге келмейтін едің. Қадірле. Түсімде еркек жамағатпен намаз оқып жатыр екем, шатасып кетіп қайта оқып жатырмын. Ісің дұрыс емес, бір істеп жатқан істерің дұрыс емес. Бір еркек, біріншіден әйелдер еркекпен бір сапта тұрмайды, бір сапта тұрып намаз оқығанның өзі қайратқа қарсы дүние. Екіншісі, шатасып қайта оқығаның демек істеген ісіңде қателік бар деген сөз. Ойланып бір нәрсені ойланғансың, соны сен істегенсің, дұрыс емес екенін біліп тұрып, соны қойыңыз. Жиенімді өлтірген адамдар сот шешіміне келіспей, қазір апелляционный сот өтіп жатыр. 3 жыл берген. Енді штрафта төлемейміз, жылды да қысқарт деп жатыр екен. Қандай дұға етсе болады? Кімге? Сотталғанға ма, сотқа ма? Жоқ, жаңағы өлтіргендердің бәріне ме? Жоқ. Сіз қараңызшы, сізге қандай дұға керек? Өлген жиеніңіздің ана дүниесі жайлы болу керек па? Жоқ, аналардың аяғын аспаннан келтіру керек па? Не үшін дұға керек? Пайғамбарымызға қиянат жасаған күннің өзінде пайғамбарымыз оларға өліп қалсын деп дұға қылған жоқ. Аяғың аспаннан келсін, сенің де балаңды өлтірсін деп айтқан жоқ ешкімге. Сіздікі қарғыс болады. Бұл дұға емес, бұл қарғыс болады. Сіз уайымдасаң, сол жиеніңнің арғы дүниесін уайымда. Соған бір жақсылық берсін, Құдай соны жарылқасын деген ойды ойла. Ау, сотпенен сатып алып жатса, Алла барын ұмытпаңыз. Қарғамаңыз ешкімді. Менің қияметтік досым бар. Оның маған достығы адал, жақсы, жаман күнімде қасымнан табылды. Бірақ оның гей екенін недавно байқадым. Не істесем болады? Сен де гей қылып жіберсеңші, екі гей боласыңдар. Ата хоть бір гей қазір. Жақындай берсең, сен де сондай қылып жіберіпсің, екі гейің қосылып, үйленіп кетіп жүресің масқара алып. Ондаймен дос болуға болмайды. Не то что дос болу, оған арт жағымен қарама. Оған арт жағымен қарама ондай достан. Ондай достан қаш. Бірақ айт оны, молдаға апар, жүр де, молдаға барамыз де. Или оқитын жерге апарып, сен оны адам қылайық та, қой де, мынауың арам де. Қораз бен қораз бір-біріне секірмейді. Қошқар мен қошқар бір-біріне асылмайды. Еркек ит пен еркек ит асылмайды. Адам еркек пен еркек бір-біріне асыла береді. Хайуан тірлігін. Сондықтан онымен дос болма жан. Аттахият отырғанда сәждеге қарап отыру керек пе? Негізі сондай мәселелер бар. Тұрғанда бәлен жерге қарау керек, еңкейгенде түгілен жерге қарау керек, аттахиятта түгілен жерге қарау керек деген сөздер бар. Осындай сөздер көп болып ел шатаса бастағаннан кейін, ана көзің басың сәжде қылатын жерге қараған дұрыс деп айтылады. Қазіргісі дұрысы да сол. Ана басың примерно маңдай тиетін жер бар ғой, соған бүйтіп қара, аттахиятта отырғанда соған қарай бер. Негізі аттахиятта отырғанда саусақтың ұшына қарасын деген әңгімелер бар. Үйтетін болса қазір басың шатысып кетеді. Анда қарасың, мынада басың бүйтіп мындай қарайын ба, былай қарайын ба деп қуа бастайсың. Сол үшін ең дұрысы, ең конкретно басың қоятын жерге қарай бер болды. И біріншіден, екіншіден ол неважный нәрсе. Самый главный қарап бір нәрселерді көріп қуып кетпесең болды. Қараған жерге қарай бересің.
Анама жамағат болып дұға жасаңызшы, өтініш. Алла шипа берсін. Дұға қыламыз. Қазір жамағатпен де дұға қылып қояйық. Бәрі түс болып кетті ме? Түс болып кетті бәрі. После смерти моего кайнага осталась ткань, которую оборачивали его в тело. Подскажите, что правильно с ней сделать по исламу? Хранить, захоронить или отдать? Ткань как ткань, разницы нету. Можете использовать для ветоши, в этом проблем нет. Но если как-то она задевает ваши какие-то чувства, ну, отдайте мечеть, самое лучшее, самое правильное. Мечеть отдайте, они там иногда тоже в мечеть обращаются, люди нуждающиеся, да, допустим, даже элементарно завернуть саван не могут даже найти. Поэтому используют в качестве благотворительности, проблем нет. Если даже что-то лишнее есть, отдайте мечеть, они используют в качестве ветоши, будут что-то делать, вообще проблем нет. Там какая-то душа, частички тела, ничего не остается. Бүгін қай уақытта барсам болады, келе беріңіз. Кімде-кім тыныштық тапқысы келсе, жүрегінен адамдар шығарсын дейді. Жоқ, оны сәпсем шығарамаймыз ғой біз. Біз анамызды шығарамаймыз жүрегімізден, ол біздің анамыз. Әкемізді шығарамаймыз, ол біздің әкеміз. Сүйген махаббатыңды шығарамайсың, Лейли Мәжнүн. Қалай шығарасың оны? Ғашықсың оған, сүйесің оны. Оны шығара алмайсың. Жақсы көрген адамды қалай жүрекке шығарасың? Оның жүректе болу керек ол. Жүректі сәпсем анау бәрін шығарып тастайсаң, өмір ондай болмайды. Жүректе болады ол нәрсе. Ана Румиден сұраған екен. Мысалы, бір рет сүйіп, біреуден содан көңілін қалып, жақсы көріп, көңілін қалса, содан кейін басқа адамдарды да вообще жек көріп кету, жүрекке ешкімді кіргізбей қою мүмкін бе дегенде, мүмкін, адам бір жақсы көрген адаммен кейін тағы да басқа адам жақсы көруі мүмкін. Ол адам ғой, ауыса береді деген кезде, сонда қалай сынған кесе орнына келе ма, сынған кесе деген екен да. Сөйтсең кесе сынды деп чай ішпей қоймайсың ғой, бәрібір ішесің, су ішесің. Сондықтан солай. Бірақ жүрек шын мәнінде Аллаға ғана болу керек. Осыған байланысты бір қызық оқиға есіме түсіпті. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз өзінің күйеу баласы Әлиден сұрапты. Әли, Құдайды жақсы көресің бе депті. Жүрегіңмен. Жүрегіммен жақсы көрем. Мені жақсы көресің бе пайғамбарды депті. Я Расулалла, сізді де жүрегіммен жақсы көрем. Мені қызым Фатиманы жақсы көресің бе депті. Енді әйелі ғой, жақсы көріп сүйіп алған, әйелімді де жүрегіммен жақсы көрем депті. Ол туып берген Хасан Хусейн балаларыңды жақсы көресің бе? Ол екеуін де жақсы көрем, я Расулалла депті. Сонда бірақ жүрекке сонша махаббат қалай сыйып тұр деген екен. Бір жүрекке осынша махаббат қалай сияды деген кезде ойланып қапты. Действительно қалай сияды? Құдай жақсы көру керек қана, сіз айтқандай. Содан үйіне келіп, уайымдап, бүйтіп, таяқпен бүйтіп жер шығып отырса, әйелі келіпті қасына. Фатима анамыз келіпті да, сұрайды дейді. Не болды сізге? Бүгін бір кішкене жүзіңізде мұң бар деп әйел адам айтып, сіздің әкеңіз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам осындай сұрақ сұрады, соған жауап бере алмадым депті. Сонда пайғамбарымыз айтты, мен жауап берейін бе депті. Қыз айтыпты, Фатима әйелі, мен жауап берсем қалайсыз ба депті осы сұраққа. Айтшы де. Дегенде айтады, Алланы жақсы көру жүрекпен, ол иманның, Құдайдың сенімнің жүрегіңде, Құдай иманның барлығы депті. Пайғамбарды жақсы көру, ол сүннеттен пайғамбарды жақсы көруіміз керек. Әйелді жақсы көру, мені, яғни Фатима өзін айтып отыр, бұл еркектік шахуаттан, еркектік қасиеттен. Балаларды жақсы көру, әкелік мейірімнен деп айттыңыз. Әли вроде довольный болып келіп, я Расулалла, Алланы жақсы көру иманнан, пайғамбарды жақсы көру сүннеттен, әйелді жақсы көру еркектіктен, баланы жақсы көру әкеліктен деп айтқан ғой. Сөйтсе пайғамбарымыз күлімсіреп, менің қызым үйретті ме депті ғой. Менің қызым айтты ма саған деген екен. Сондай дүние сондықтан шын мәнінде адам жақсы көреді, бірақ сол жақсы көрген сезімді бұзбауға тырысу керек. Өйткені мұсылманның жүрегі, адамның жүрегі
бір ат насыбайдан қалады деп халқымыз айтқандай, адамның көңілі ол ең жоғары нәрсе. Қара тас қағбаны қиратқаннан да ауыр. Сондықтан шама келгенше біреудің көңілін қалдырмауға тырысыңыздар. Бірақ көңілді қалдырмау деген сөз болмаған нәрсенің артына ілесіп кете беру деген сөз емес. Барлығын істей беру деген сөз емес. Лишь бы сен риза болсаң болды деген сөз емес ол. Әр нәрседе өзінің шекара, мера, өлшемі болады. Әйтпесе анау бір жезөкше келіншек айтты дейді ғой. Осы барлығының көңілін табам деп, балаларым күйеуіме ұқсамай қалды деп жүргендей болмасын. Әр нәрсенің өзінің шекарасы бар. Күйеуімді орап шығарған кілем үйде тұр. 14 жыл болды. Мешітке берсе бола ма дейді. Беріңіз мешітке. Жағдай жоқ, бір әке шешесі өліп қалған бір балалардың аяғының астына төсеп беріңіз. Аяқтары жылы жүрсін. Болады. Өзіңіз төсеңіз. Енді өзіңіз адамды орладым ғой. Одан кейін апарып бергенде де айтпа. Байым өліп қалып сендердің аяғың астына төсеп берейін деп. Әшейін сыйлық деп бере салыңыз болды. Мешітке берсеңіз болады, үстінде намаз